Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Нұрланова Нұрай. Мен Айғыз ауданы Мамырсу ауылы Сапаржан Ғаппасов атындағы жалпы орта білім беретін мектептің жас маманымын. Бүгінгі бейне жазбада біздің жерлесіміз Абай облысы Айғыз ауданы Тарбағатай ауылының туған Тұрсынғазы Рахимовтың шығармашылығы жайында айтылады. Бейнероликтің тақырыбы Тұрсынғазы Рахимов қазақ өнерінің жарық жұлдызы. Тұрсынғазы Рахимов қазақ өнерінде өзіндік орны бар талантты тұлға. Жастайынан өнерге қызығып, өнер жолын таңдады. Тұрсынғазы Рахимов тек орындаушы ғана емес, сонымен қатар сазгер де болды. Оның әндері жүрекке жылы тиіп, тыңдармандарын терең ойға жетелейді. Шығармаларында туған жерге деген сүйіспеншілік, адамгершілік, махаббат пен өмірдің мәнін кеңінен көрініс табады. Өнер иесінің басты ерекшелігі шынайылығы мен сезімге толы орындауы. Тұрсынғазы Рахимов ол көптеген жас өнерпаздарға бағыт-бағдар беріп ұстаздық етті. Оның шығармашылығы кейінгі буынға үлгі болып табылады. Тұрсынғазы Рахимовты алған себебім, оның әндері адамға рухани күш береді және ұлттық құндылықтарды дәріптейді. Осындай өнер майталмандарын құрметтеу біздің міндетіміз деп ойлаймын. Құрметті ағайын, қадірлі тыңдарман, мен Тұрсынғазы Рахимов. Өмір жолым, мен өнердегі сапарым туралы аз-кем ой бөліскім келеді. Мен үшін өнер жай ғана мамандық емес, ол жүректің үні, халыққа қызмет етудің бір жолы. Бала кезімнен әнмен күйге жақын болып өстім. Қазақтың кең даласы, туған жердің тынысы, ата-анамның тәрбиесі мені өнерге жетеледі. Ән айтқанда мен өзімнің ғана емес, халқымның сезімін жеткізгім келеді. Уақыт өте келе тек орындаушы емес, өз әнімді өзім жазатын композитор болуға талпындым. Әр шығармамда туған елге деген сүйіспеншілікті, ата-анаға деген құрметті, адамгершілік пен адалдықты жырлауға тырыстым. Себебі ән тәрбие құралы. Мен үшін ең үлкен марапат халықтың ықыласы. Тыңдарманым әнімді бірге шырқап, ризашылығын білдірсе, одан асқан бақыт жоқ. Өнер адамына халықтың қолдауы егін күш. Жас ұрпаққа айтарым, ұлттық өнерді құрметтеңдер. Өз тамырымызды ұмытпасақ, рухымыз әрқашан биік болады. Өнер елдің айнасы. Сол айна таза болу үшін әрқайсымыз өз үлесімізді қосуымыз керек. Менің бар тілегім, қазақ әні мәңгі жасасын, халқымыздың рухы асқақ болсын.